бойынша оқыған білімімізді тексереміз, иә? Бірінші топтан кім шығады? Дұрыс ақмен. Жауап беріңіз бірінші. Қарғалар баланың өтінішін орындап төбеттерге хабар берді. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Үстін басыңыз. Жоқ, үстін бір басыңыз. Бүгінгі сабағымызға дайынсыз ба? Біз қазір бірінші сабағымызға жақсы көңіл күй арнап алу үшін бірінші біз психологиялық ахуал, яғни орындап алайық. Берме балалар, сабағымызды бастамас бұрын күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айтарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Сәлеметсіздер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын Қалай ашылса егер жанына да сияды неге? Дайына басымызды көтереміз. Араласамыз. Бексұлтан, араласамыз. Қандай бала? Дәлелдер келтіре отыра мына неде. Менің ойымша жас кейіпкер мынандай. Үшін жалғасын оқиды. Жалғасын бізге кім оқып береді? Жаман бала жайында оқып біткен пер еді. Не мынау тауға барып ауа жұтсаң қайда еді жаным-ау. Көп оқыған жоқпын апа, бар болғаны бір ақпет. Тағы біраз оқиыншы, рұқсат бар рахмет. Ана жайлы әдемі жыр екен, бітті қаласында. Дегенімде жыламсырап шықты керек даусында. Сөйтіп жүріп бір жыл өтті. Жырсыз қалай шырдымды. Шыдармын. Көрпе астында болып жатып оқиын шығармын. Ол бір ғажап кез еді. Ертегі, Олжас Сүлейменов. Есіңде ме, беймас ана менің тұңғыш ертегім. Ұят қолдау, сол бір жылы күзге қалып тентегің. Десе керек мектеп саған жөндеп берет мықтыны. Сен бір кітап алып келдің, сол есіңнен шықты ма? Содан кейін мені бағып 3-4 сағат тырп етпей. Бірден келін тіккен болып қойдың ұзақ тырп етпей. Дос балалар тау ішінде жүрді ол кезде демалып. Сенің ұлың ертек оқып отырды үйде қамалып. Аттай 3 күн күзеттің ау, қайыспадың болаттай. Секең деген жас қыздарды қойдың жақын жолатпай. Күлкісі ортақ құрбыларын тез ұмытып аңғалың, оқи берді батырларға есі кетіп таңғалып. Жер тарпыған тайбұрылда қыран қанат пырақта, еліктіріп алып кетті мені алысқа жыраққа. Содан қайтып оралмадым, оралғам жоқ әлі. 3-4 сағат селт етпеді, неге керек обалым. Содан кейін атып тұрып, атып шығып далаға. Ойнап кеттім, тойлап кеттім, бала деген балада. Батыр болып шыға келдім, мене де көп жау қашты. Ағаш қылыш қолыма алып, көрші ауламен шайқастым. Шіңкіл деген дауысымен ұрандадым жүздіргін, әлсіздерге тиіспедім, аман қалды қыз қырқын. Ал сен болсаң қажып шаршап жүрдің үйде жабыға.
Мен ойынан келе сала тағы оқыдым тағы да. Түсіме еніп майдандан сүліп қара сәйгіліп, армандадым, қиялдадым, жетемін деп қай күнім. Содан тағы ерте тұрып, тағы оқуға кірістім. Ақырында оқы демей, оқыма деп ұрыстым. Не жайлы екен? Ертегі? Я, ана мен бала. Бала қандай бала екен? Я, сіздерге тиіспеді. Далада көп жүрмейді. Неге? Үйде не істеген? Я, кітап оқыған. Сонда мамасы неге ұрысты? Мамасы далаға шыққан үшін ұрысты ма? Оқыма деп ұрысты, я. Я, анасы қамқорлық. Енді бізде жалғасы. Анасы неліктен кітап оқымайды? Керісінше көзі ашылды. Бәріміз жазып қоя жазмалық қой. Сөзді топтастыруға оқығандар. Бізде Олжас Сүлейменов кім екен? Я. Қазір қаншада екен Рүстем? Қазір қаншада екен? Бірінші топтан топтастыруға Олжас Сүлейменовті кім шығады? Рүстем шығады ба? Рүстем келді. Олжас Сүлейменовті топтастыруға несіне жазасыз? Қазір екінші 89-да екен, я? Олжас Сүлейменов жатамыз қазір. Екінші топтан Бексұлтан келе ғой. Келесі шығатынан дайындалып отырайын, я? Келесі дайындалып отырамыз, бірінші қатар тағы да жатыр. Қасымхан дайындаламыз. Қасымхан шығады. Қасымхан шық. Енді біз Олжас Сүлейменовпен танысамыз, я? Олжас Сүлейменовпе жас болғандарымыз оқып отырамыз. Қайын қай жатырсыз ба? Ол сушы едің, соқыр болып қаласың деп ашынып, қайған ана кітаптан сол көзі қайта ашылды. Не дейді? Не деген екен сонда жалғасында? Мамасы неге уайымдаған баласына? Көзі соқыр. Я, көп оқыма деген. Ал бірақ бала сонда да тыңдамаған. Сосын кейін анасы айтты, «Қаны керісінше ашылмайынша, бұнақ деп қой» деді. Я, қайта соқыр болып қаласың деген, бірақ баласы не деді? Керісінше көзім ашылды. Я, дұрыс айтасың. Керісінше кітап оқығаннан көзім ашылды дейді. Біздің сыныпта кітапты көп оқитын оқушы бар ма? Кім? Рисам кітап көп оқисың ба? Әйні басын көтеріңіз. Қанша кітап оқыдың осы уақытқа дейін? Одан көрсе мен байдың ертегісін оқығам. Я. Сосын әдебиет бірінші бөлімді оқығам. Қара сөздер.
бірінші топқа, екінші топқа бірге жасаспаймыз. Үшінші топқа. Тақтадағыдай менің ойымша дәлел келтіре отырып, себебі мен оны былай түсіндіремін, оны мен міндет кеңес береді. Бала сақаны өзі жоғалтып алады. Жоқ. Әдейі судың жағасына қойып, судың жағасына кемпір отырып, бала келген кезде кемпірді көріп, Балаға қараған тай семіз, сұлу, жақсы ат болған. Қандай ат болған балаға қараған? Қарғалар баланың өтінішін орындап төбеттерге хабар берді. Дұрыс па, бұрыс па? Қарғалар орындады. Дұрыс. Қарлығаштар. Келесі бай көлге барғанда жұтылар су ішпей қояды, себебі суда қызыл өкпе жүзіп жүрді. Дұрыс па, бұрыс па? Ет салғанда тай тұлпарға айналады. Дұрыс па, бұрыс па? Неге айналады? Ет салғанда? Ол бесті атқа айналады. Дұрыс, Фатима. Судағы қызыл өкпе жалмауыз кемпір болып шығады. Жалмауыз кемпір алтын сұрап байды босатады. Жалғыз баласын сұрайды. Там баласы мен мұндай қорытындыға келдім деген шартты. Енді бізде барлығымыз бүгінгі күн ретін жазамыз. Бүгінгі күн ретін дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін жазамыз. Жаңағы бізде жауап бергендерге бізге жазамыз бүгінгі күн ретін. Қандай шығармаспен танысады екенбіз? Ертегі. Кім аударған бұл ертегіні? Қадыр Мырза Али. Сендер жазып болғандарымыз ертегі деген шығармасына қараймыз. Барлығымыз іштей оқып отырамыз, төмен дауыстап оқимыз. Дәлел ма? Қазір екінші топтан шығамыз. Екінші топтан Айша дайындал. Дәптеріңізге қалғандарыңыз түсіреміз тақтадағыны. Дәптеріңізге. Бірінші топқа шық. Дәптеріңізге жазамыз. Жоқ па, тақтадағыны. Айша, екінші топтан шығарбадым. Отырамыз, жазамыз дәптерге қалғанымыз. Тақтадағыны дәптерімізге жазып аламыз. Олжас Сүлеймен жайлы топтастырған кластерімізді жазып аламыз. Бірінші орындама. Бірінші орындама. Қалған топтар әлі аяқтамады. Тақырыбы ауырған аю, аяқ сынған аю дей салайын. Bir кезде Айдос пен Арман
абзал. серуендейді да қатып қалған кезінде үйге қайтадан кетеді. Етерсіз сөйлейсіз ба? Қандай сурет салыңдар сендер? Бастама солай. Я табиғат аясы, сосын Тауға мініп атқан анау арман салмай ақ салыңдар. Жарайсыңдар. Үшінші топ тақырып аты қойып жетті. Мыстан кемпір. Мыстан кемпір. Екінші топ мыстан кемпір. Ал бірінші топ кемпір. Екінші топ қолындарға үш сурет болып. Енді оттан ашығы айтып беріңдер. Оттан бір немесе екі оқушы бар. Екінші топтың қайсысында барамыз? Екінші топқа тыңдаймыз. Атырау Айша, бірінші оқиға орнына қайықшы ауылда. Яғни ауылда отыратын оқиға қалай басталады сендерде? Ауылдың артынан келіп тұрады.